Сәлеметсіздер ме? Қайырлы күн. Мына жастары парақшасының көрермендері. Қазір бізде сыр сұхбат айдары бойынша ауданымыздың мақтанышы, спорт саласында биік белестерге жетіп жүрген спортшы қызымыз Клепова Алямен тікелей эфирде сыр сұхбат айдарын өткізетін боламыз. Осы тікелей эфирде сауалдарыңызды қойып, белсенді болуға шақырамын баршаңызды. Так, қазір қосылсын. Кішкене адам жиналсын. Сәлем, Алия. Сәлеметсің. Кішкене қатып жатыр. Сізге жақсы естіп тұрсыз. Қалайсыз? Сіздің келесіз Иә. Бір минут. Майра. Айта беріңіз. ауданымыздың мақтанышы, спортшы қызымыз деп. Енді сіздің қазіргі сұхбат айдарымызға қош келдің. Қазір енді карантин жағдайларына байланысты осылай тікелей эфирде онлайн сұхбат болып жатыр. Сондықтан енді бірден сауалымызға көшпей тұрып, алдымен өзің жайлы айта кетсең кішігірім. Спортқа қалай келгенді айтып бастайын ба? Жалпы осы қай мектепте оқыдың? Жалпы осы ауданымыздың атын салып жүрген Менің аты жөнім Алия Клепова. Мен спортта айналысып жүргеніме 11 жылға болды. Маңшақ деген ауданда тұрамын. 5-ші мектепті бітіргенмін. 9-ші сыныпқа дейін сол жерде оқыдым 5-ші мектепте. Сөйтіп Маңшақ деген жері бар, сол жерде спортпен айналысып, сол жерде қазіргі таңда қазір әлем чемпионы болып, өстіп атымыз шығып, өстіп спортпен айналысып келе жатырмыз. Телефонның дауысын Шығып тұр ма? Енді шықты. Жалпы джиу-джитсу дегенде, енді біреуіне таныс болса, біреуіне таныстық спорт түрі да. Осы спорт түрін тереңірек түсіндірсең, көрермендерге қандай спорт түрі деген. Джиу-джитсу дегеніміз енді ол жапон тілінде шыққан спорт қой. Негізі айкидо деген спорт болған кезінде, СССР кезінде. Сол айдан жаңа джиу-джитсу шыққан негізі енді классикалық түріне ауысқан, түріне бөлінеді. Комбат систем, неваза систем, файтинг системге бөлінеді.
Fighting system дегенimiz ол деген ішіне каратэ до мен дзюдо екеуі смешан. Жаңағы неваза деген партерде күресеміз, жерде отырып күресеміз. Ал жаңағы комбат деген спортымыз, ол ішінде тулес түрі бар. Ішіне тулес бетке ұруға болады. Осы үш түрі бар. Джиу-джитсу деген қыз балаларға осы 5 жастан бастауға болады. Ер балдарға 6. Баланың өзінің жаңа затына, денесіне қарай, денсаулығына қарай қабылдай береміз балаларды. Жалпы бұл спорт түріне өзің қалай келдің? Мысалға сен ата-ананың ықпалы болды ма, әлде өз кішкентайынан бір ар жағында осы спорт түріне деген ынтаң? Осы спортқа келуіме апам себепші болған. Кезінде сол біздің Маңшақта спорт кешені болған, сол қыздар айналысып жүрген дзюдо деген. Негізі өзім дзюдомен самбомен айналысып бастадым біріншісінде. Онымен 5 жыл айналыстым, 5 жылдан кейін барып жаңа жеттім. Апам себепші болып барамыз. Сол әлі күнге дейін жалғастырып келе жатырмыз. Ата-анаң қарсы болмады ма? Неге дзюдо, неге ән, неге би емес деп, әлде сені қолдады ма? Ата-анам қарсы болды, әрине. Бармайсың, қыз баласың деген сияқты ұят болады деп та, өзің бала сияқтысың, ертең одан сайын вообще бала сияқты болып кетесің деп. Оған қарамай, енді өзім спортта өзім сүйген үшін спортта қалдырмай, даже тренировке баратын кезде өзімнің кимономды мамам деген тығып қоятын, сумкіме мыжырып бір жаққа тығып қоятын, соны тауып алып кетіп мыжырық болып тренировкеге келетін едім. Ал осы сен қазіргі таңда енді өзге елдерге барып, осы тек ауданымыздың емес, жалпы қазағымыздың да атын шығарып жүрген нағыз батыр қыздардың бірісің. Жалпы қандай сезімде боласың өзің? Негізі өзге елге барып, осы әнұраным шығарған кезде бойыңда қандай сезімдер болады? Енді ол сезімді айтып жеткізе алмаймын, себебі өзім бала кезінен бері армандадым, осы көтеріп желбірету өзімнің арманым болып, осы арманыма осы ұлда дегенде жеттім. Өзім қалай айтсам болады, ол эмоцияны айта алмаймын, себебі көп еңбек, көп травма болады. Оның әрқайсысына адамға сабырлық керек та, ол сабырлықты жеңіп кетсек, ары қарай өзіміздің мақсатымызға жетеміз. Сол қазір Аллаға шүкір, осындай белестерде бағындырып, өзім көк туымызды желбіретіп жатырмын, армандарым орындалып жатыр. Ертең бұйырса 5 күннен кейін чемпионат мирға баратырмын. Чемпионат мирде бірінші орын алуға бұйырса тырысамын. Саған шын жүректен сәттілік тілейміз, әрине. Енді алдағы жоспарлармен бөліссең. Бұйырса кеше ғана келгенмін, Стамбул қаласынан, сбордан дайындықтан келгенмін. Енді осы 5 күннен кейін Құдай қаласында Украина елінде чемпионат мира өтеді әйелдер арасында. Соған қатысамын бұйырса. Қазіргі таңда сен бапкер деп Қазіргі таңда балалар дайындап жатыр. Маңғыстау арена 33-ші микрорайонда, қалада, сосын 1-ші микрорайонда, Маңшақта жасөспірім мектеп спорт кешенінде. Өзімнің затта шәкірттерім бар, Қазақстан чемпион қыздарым бар, балаларым бар, елестерді бағындырған жатыр. Үлкен дәрежеге жетіп жатыр, Қайта айтып жібересіз бе? Осы спорт саласында жүргенде ең бір есте қаларлықтай бір сәттер ма, қызықты оқиғалармен бөліссең?
қызық оқиға көп, енді оны айтып жеткізе алмаймын. Себебі әр поездкамыз, өзіміздің әрбір сборымыз, әрбір жарысымыз қызыққа толы нәрселер бар. Қалай айтсам болады сізге. Енді шетелге бірінші шыққан кезде де көп қызықтар болған. Сөйтіп жаңа жарыстарда да қызықтар көп болды. Енді өзің де білесің, кеше 12 тамыз жастар күні болып аталып өтті. Өзің енді осы биік белестерді бағындырып жүрген спортшы қызымыз ретінде, қаншама жастарға мотивация ретінде өзіңнің бір тілегіңді айтып жіберсең. Осы бір жағы кеше мерекеміз болды. Баршаңызды мереке күнімен шын жүректен құттықтаймын. Жастарға айтарым, спортпен айналысыңыздар, спортпен шұғылданыңыздар. Себебі денсаулық маңыздырақ енді. Себебі адам спортпен айналысқан кезде оның дені сау болады, күнде энергиямен жүреді, позитивный болып жүреді. Сол себептен осы барлық оқушыларды спортпен айналысуға шақырамын. Қандай спорт болсын, карате болсын, бокс болсын, заты жоқ, оның деген таңдайтын түрі жоқ. Главное, спортпен айналысса балалар, осы Қазақстанымызды туын елбіретіп, әр қалаға шығып жүрсе, біз үшін ол үлкен мақтаныш. Әлия, біздің тікелей қысқа да нұсқа болатынбыз. Саған көп рахмет. Бастысы сенің осындай тәрбиелі, Рахмет көп. спортқа деген жаңа құлшынысыңды оятқан деп айтайық. Ата-анаңа бастысы. Және де сен мана айтып кеткенсің, менің Кәмшат деген апам маған мотивация болды. Сол арқылы спортқа келдім. Сенің апаңа да рахмет көп. Деніңе саулық тілейміз. Және де жаңа айтып жаттың, алдағы уақытта сайыстарға қатысамыз. Сол сайыстарыңа тек сәттілік тілейміз. Тек өзің армандағандай орныңды алып, бұдан да биік белестерді бағындыра бер. Саған көп рахмет. Жаңағы прямой эфирде ешқандай сұрақ қойылмаған екен. Тікелей эфирде Қазақстан мұнай жастар парақшасының көрермендеріне де көп рахмет. Сау саламатта болайық. Рахмет сізге де.